Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз көкөністер мен жеміс-жидектермен танысатын боламыз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен қызыл алмамын. Алмада темір бар, ол денсаулыққа пайдалы. Сәлем, балалар! Мен сиқырлы алмұртпын. Сәлем. Мен бананмын. Банан сары. Банан күш береді дейді. Сәлем, балалар, мен апельсинмін. Менде Е дәрумені бар. Ағзаға пайдалымын. Мен жүзіммін. Менде С, А, В дәрумендері бар. Мен иммунитетті нығайтамын. Мен денсаулыққа өте пайдалымын. Вау, керемет. Қандай ғажап шие. Сәлем, мен ананас. Астың қорытылуын жақсартамын. Бәсе, ананасты жегенде өзімді жеңіл сезінемін. Бүгіннен бастап күнде жеймін. Мен лимонмын. Мен суық тиюден қорғаймын. Лимон өте қышқыл болады. Сәлем. Мен шабдалы. Теріні жұмсартып, ағзаға жеңілдік беремін. Шабдалы да әдемі иісі бар. Жазда күнде жеген дұрыс. Сәлем, мен құлпынаймын. Жүрекке пайдалы дәрумендерге толымын. Дәмі де керемет қой. Құлпынайды күнде жегім келеді. Балалар, жеміс-жидектердің атын есте сақтадыңдар ма? Олай болса, біз қазір көкөністермен танысатын боламыз. Әлібек, қарашы, мынау сәбіз ғой. Сәбізде А, Е, С витаминдері бар. Ол көздің көру қабілетін жақсартады. Қараш, бұл қиярдың көздері бар сияқты. Ол өте пайдалы. Су сияқты сергітеді. Әжем айтты, онда дәрумендер көп. Қара, пияз күліп тұр. Пияз микробтарды өлтіреді дейді. Ауырып қалғанда анам шайна дейді. Қараш, бұл картоптың көздері бар сияқты. Картопты жесең, тоқ боласың. Қуырып жесең де, қайнатып жесең де дәмді. Бұл қызанақ қызыл екен. Қызанақтың дәрумендері көп. Жүрекке пайдалы дейді. Денені тазартады, күш береді. Қараш, қырыққабат бізге қарап тұр. Қырыққабат асқазанға пайдалы дейді. Жесең жеңілдеп қаласың. Қараш, баялды күліп тұрған сияқты. Ол қандағы қантты реттейді дейді. Өте пайдалы көкөніс екен. Қараш, мұна асқабақ күліп тұр. Асқабақ көз жанарына пайдалы, білесің бе? Одан тәтті тағамдар жасалады. Әли, бұл тәтті бұрыш емес пе? Олар оның жүз дәруменіне бай екенін айтады. Оны салаттар мен тамаққа пайдаланады. Оның пайдасы көп. Әлібек, мен сарымсақ тауып алдым. Ол микробты өлтіретін күшті көкөніс қой. Атам күнде жейді. Мына брокколи күлімсіреп тұрған жоқ па? Олар оның иммунитетті нығайтады дейді. Олар ауруға қарсы күш береді дейді. Әлібек, бұл жүгері бізге қарап тұр. Айсұлу, жүгері бізге қуат береді. Біз тоқ боламыз. Ол дәмді ғана емес, пайдалы да. Бүгін біз пайдалы жемістер мен көкөністерді таныдық. Біздің арнаға тіркеліңдер. Сау болыңдар, балалар.